Трамп мына кірген ұшағынан қазір қайта шығады, жасырынып басқа ұшаққа отырады. Бұл оқиға 8 шілдеде өткен НАТО саммитінен кейін болған оқиға. Ал Трамптың бұлай жасырынуға мәжбүр болған себебін түсіндірейін. Дональд Трамп НАТО саммитінен қайтып келе жатқанда жұрт оның Air Force One президенттік ұшағымен ұшып кеткеніне сенді. Бірақ шын мәнінде Трамп бұл ұшақта болмаған. The Washington Post жазуынша, Трамп алдымен Air Force One бортына көтерілген. Бірақ көп ұзамай ұшақтан жасырын түрде қайта түсіп, оған жалғанған арнайы контейнерге кірген. Содан кейін Трамп отырған осы контейнерді жүк көлігімен C-32A деп аталатын шағын ұшаққа отырғызған болуы мүмкін. Осы жақтан Анкарадан Трамп ақш-қа ұшып кетеді. Ал осы уақытта Air Force One ішінде отырған журналистер мен кейбір шенеуніктер Трамп әлі сол ұшақта деп ойлаған. Неге мұндай құпия операцияға жет болғанын түсіндірейік. Ал осы уақытта ақш журналистерінің хабарлауынша, Трамптың бұл әрекетінің артында Иран билігінен түскен қастандық қаупі себеп болған. Израиль барлау қызметі ақш-қа Иран басшылығы Трампты өлтіру жоспарын қайта қарастырып жатқан туралы ақпарат берген. Ал мұның түп төркіні 2020 жылға барып тіреледі. Сол кезде Трамптың бұйрығымен Иранның беделді генералы Қасем Сүлеймани Бағдат әуежайы маңында америкалық дронның соққысынан қаза тапқан. Осыдан кейін Иран Трамптан кек алуға ант берген. Ал 2026 жылғы ақпанда Иранның жоғары көшбасшысы Әли Хаменей қаза тапқаннан кейін Иранның кек алу жоспары қайта жанданды деген ақпарат тарады. Трамптың өзі де мұны жасырмайды. Дәл осы саммиттен қайтар жолда журналистерге берген сұхбатында Трамп Иран билігі маған қастандық жасайды, олардың тізімінде мен бірінші тұрмын деп айтқан болатын. Яғни бұл жай ғана ұшақ ауыстыру емес, ақш президенті бар болғаны бірнеше минут ішінде өзінің нақты қай ұшақпен ұшатынын жасыруға мәжбүр болған. Ал ең қызығы, Трамптың қай ұшаққа отырғанын соңына дейін ешкім білмеу үшін Ақ үй осындай күрделі схема қолданған болуы мүмкін. Маңызды өзекті ақпараттарды Телеграмдағы Ақылтай Ньюс деп аталатын арнадан оқи жүріңіз, сілтеме профильде.